Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Кейбір топтар бұл жерде сырат деген, яғни Алла тағаланың бұл дүниедегі ақиқатты көрсетуі, ақиқатты ашық баяндауы, сырат деген нәрсе қияметте жоқ. Өйткені қияметте Алла тағала аяттың жалғасында біз тақуаларды құтқарамыз деп тұр ғой дейді. Яғни бұл жердегі тозақтан өту мәселесі. Келесі мәселе бұл уәл-мизан деді. Уәл-мизан, яғни тіпті бұл жерде қарап отыратын болсақ, Құранда болашақта болатын нәрселер өткен шақпен келген. Өткен шақпен келген. Олар айтты, олар тозақта былай деді, былай деді деп. Осылай дейді деп келмейді, былай деген, немесе былай деді деп келеді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, Алла субхана ва тағаланың қалауымен имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың Ахлюсна вал Джамаа ақидасын баяндаған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Тахауидің وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ деген сөзіне келген болатынбыз. Қиямет күнінде қайта тірілетіндігімізге, амалдардың қарымтасы берілетіндігіне, іс-амалдар ұсынылып, есеп алынатындығына, амал кітабының оқылатындығына, сауап пен жаза берілетіндігіне, және сырат көпірі мен амал таразысына иман келтіреміз деген сөзіне кірген болатынбыз. Және өткен дәрісімізде сырат көпіріне қатысты уламаларымыздың пікірін оқыған болатынбыз. Жалпы Ахлюсна вал Джамаа сырат көпіріне сенеді, және сырат көпірі ол шынайы ақиқат деп біледі. Кейбір топтар бұл жерде сырат деген, яғни Алла тағаланың бұл дүниедегі ақиқатты көрсетуі, ақиқатты ашық баяндауы, сырат деген нәрсе қияметте жоқ. Өйткені қияметте бағанағы енді ол мұсылмандарға бір қиындық, Алла тағала жәннаттық болғандарға қиындық туғызбайды. Өйткені жәннат иелері Құранда айтылғандай шаршамайды, шалдықпайды делінген. Ал енді ана жерде қиналатын болса, ол қалай болғаны деген секілді негізі қисынға келмейтін хадистерге қайшы келетін сөзді айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің көптеген хадистерінде сыраттың болатындығын айтады. Енді олардың айтатын есеп-қисап болса, есеп-қисаптан кейін жәннаттық болатын болса, неге ол жәннатқа қиналып кіру керек деген секілді осындай бір пікірлерді айтқан, адасқан топтар болған. Әлбетте бұл дұрыс емес. Өйткені адам жәннатқа кіргеннен кейін Құранда Алла субхана ва тағала жәннатта шаршау шалдығу болмайтындығын айтты. Бұл жерде сырат көпірінде солай бағанағы Алла тағаланың жаратуы, сырат көпірінен кәпірлердің құлауы, мұның барлығы бір жағынан бұл мәселелер айтылған кезде, біз осы мәселелерді оқыған кезде жүрегімізде қорқыныш ұялайды, жүрегімізде қорқыныш пайда болады. Сонымен адамдағы жалпы ақиретке дайындық мәселесі, енді көбірек адам өзінің жағдайын, әрекетін жасауға тырысады. Сол үшін де Алла субхана ва тағала осы нәрселерді жаратып қойған. Құранда Алла субхана ва тағала бірнеше аяттарда сырат көпір жайында айтып кеткен. Ғұламаларымыз ол аяттардан сырат көпірін түсінген. Мысалы, сол аяттардың бірі Ясин сүресінде Алла тағала айтады: «Ал-яума нахтиму аля афуахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду арджулухум бима кану яксибун». Қиямет күні біз олардың ауыздарына мөр басамыз, олардың қолдары сөйлейді, және аяқтары істеген нәрсесіне, жүргеніне, қолдары алғанына, бергеніне куәлік етеді. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. Біз қаласақ олардың көздерін байлап қоямыз дейді. Олар сыратқа қарай, сырат көпіріне қарай жарысады дейді. فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. Олар қайдан көрсін дейді. Осы аятта Алла субхана ва тағала жалпы сыраттың бар екендігін, яғни бұл жерде қарап отыратын болсақ, ол қияметтің мәселесі айтылып жатыр. Бұл жерде қиямет мәселесі, қияметтегі
адамдардың ағзаларының куәлік беруі, яғни есеп-қисап мәселесі. Одан кейін Алла субханала тағала бұл жерде сыратқа қарай жарысады, сыраттан өтіп кетеміз деп ойлайды деп, олардың жағдайын бізге баяндап жатыр. Бұл жерде Алла субханала тағала сырат көпір жайында айтып жатыр. Одан кейін тағы бір аят Құрандағы Алла субханала тағала қиямет күні адамдарды және олардың шайтандарын барлығын тозаққа лайық болғандар тозақта жинаймыз дейді. Одан кейін Алла субханала тағала ва ин минкум илля варидуха, сендердің кез келгенің тозақтан өтеді дейді. Кейбіреулер осы аяттан, яғни мұсылмандарды да барлығы тозақ арқылы тозаққа кіріп барып жаннатқа кіреді деген пікірді айтқан кейбіреулер. Әлбетте бұл дұрыс пікір емес, қате пікір болып табылады. Алла субханала тағала сумма нунajjил лазина тақау, біз тақуаларды құтқарамыз деп тұр. Тақуаларды құтқарамыз. Яғни бұл жердегі варидуха деген сөз кіру деген мағынада емес, үстінен өту мағынасында. Алла субханала тағала Мариям сүресінде ва ин минкум илля варидуха кана аля раббика хатман мақдия, яғни сендердің әрқайсың одан өтесіңдер дейді. Бұл Алла тағаланың бекітіп қойған бір сондай бұлжымас, өзгермес заңдылығы дейді. Имам Муслим рахимахуллах келтірген хадисте осы аятқа анықтама беріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху Умму Мубашшир радиаллаху анха айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Хафса анамыздың жанында болған кезде осы аятқа қатысты мына сөзін естідім дейді. Ла ядхулун нара иншааллах мин асхаби шажара ахад аллазина баяу тахтаха. Иншааллах, бағана ағаштың түбінде маған баяат бергендердің ешқайсысы тозаққа кірмейді деді. Білесіздер, баяатур ридуан деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалар ағаштың астында баяат береді. Құранда Алла тағала Фатх сүресінде ол жайында айтады. Лақад радиаллаху анил муъминина из юбайиунака тахта аш-шажара. Талдың астында, ағаштың астында саған куәлік бергендерге, саған баяат бергендерге Алла тағала разы болды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, иншалла олардың ешқайсысы тозаққа кірмейді деді. Қалат, сонда Хафса анамыз айтты, бәлә я Расулаллах, кіреді ғой деді. Жоқ, олар кіреді ғой деді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам фантахараха дейді, яғни нұхы жіберді, немесе бағана тоқтатты. Фақалат Хафса, сонда Хафса анамыз айтты, ва ин минкум илля варидуха. Құранда айтылып тұр ғой, олардың барлығы кіреді деп тұр деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, фақала набию саллаллаху алейхи вассалам сумма нунajjil лазина тақау ва назару залимина фиха жисия. Алла тағала аяттың жалғасында біз тақуаларды құтқарамыз деп тұр ғой дейді. Яғни бұл жердегі тозақтан өту мәселесі, яғни тозақтың үстінен өту болып табылады. Тозақтың үстінен өту, және бұл аят сырат көпірінің бар екендігіне дәлел болады. Сырат көпіріне қатысты көптеген хадистер келген. Сол хадистердің біреуін оқитын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим, Абу Хурайра және Абу Маликтерден келтірген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Ол жерде хадисте жалпы ұзақ хадис, адамдардың Адам атаға, одан Нух алейхиссаламға, одан Ибрахим алейхиссаламға, одан тағы басқа пайғамбарларға баратындығы айтылады. Сол хадистің жалғасында وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. Аманат пен туысқандық қарым-қатынас екеуі сыраттың екі жағына тұрады дейді. Екі жағына тұрып, туысқандық қарым-қатынасты үзбегендерге туысқандық қарым-қатынас шапағатшы болады. Аманатқа қиянат жасамағандарға аманат шапағатшы болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соны айтады. Одан кейін айтады, фаямурру аувалукум калбарқ, сендердің әуелгілерің әлгі найзағай секілді өтеді дейді. Одан кейін сумма камарри рих, жел секілді өтеді деді. Сумма камарри тайр, құс секілді өтеді. Вашаддир риджал, және бағанағы жүгіріп өткен адам секілді өтеді. Тәжри бихим аъмалухум, яғни амалдары оларды солай өткізеді дейді. Ва набиюкум қаимун аля сират яқул рабби сәллим сәллим. Сол жерде пайғамбарларың сырат көпірінде тұрып, ва Раббым, үмбетімді сақта деп дұға жасайды дейді.
және ары қарай хадисте келеді: хатта яджи ар-ражул фала ястати'у ас-сайр илля захфа. Енді бір адам келеді, ол бағана еңбектеп жүріп, тұрып жүре алмай еңбектеп өтеді. Ва фи хаффатай ас-сират калалиб муаллақа. Және сират көпірінің екі жағында әлгі ілгіштер бар дейді. Муаллақа маъмура би ахзи ман умират бих. Кімді алуға бұйрық болса, соларды алады дейді. Фамахдушун наджин ва макдусун финнар. Енді біреулер үстері сырылып, яғни ілгіштер, әлгі еңбектеп кетіп бара жатқан кезде оның үстін жырып, сөйтіп бірақ ол жәннатқа қарай өтеді. Яғни амалдары өте аз, бұл дүниеде тақуалығы аз болған, сол себепті солай қиналып өтеді. Ва макдусун финнар. Енді екінші біреулер тозаққа құлайды дейді, яғни ілгіш іліп алып кетеді. Уаллази нафсу Аби Хурайрата бияди. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, Абу Хурайраның жаны қолында болғанмен ант ішемін деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анхуға айтып жатыр. Инна қара жаханнам ла сабауна харифа. Тозақтың шұңқыры, тозақтың түбі 70 жылдық. Сондай бір, яғни ұзақ уақыт дейді. Бұл хадистерде де қарап отыратын болсақ, жалпы сырат мәселесі айтылған. Сол үшін де жалпы сырат көпірі мәселесін жоққа шығару жалпы адасушылық болып табылады. Және кейбіреулер бағанағы васиқаллазина кафару, кәпірлер тозаққа сүйретіліп әкелінеді деген аятты алып келіп, мынау аят хадиске қайшы, өйткені хадисте тозаққа құлайды деп тұр, ал мына жерде олар сүйретіледі деп тұр деген секілді осындай бір негізі біріктіріп, бірге тігісін жатыстырып қарауға болатын мәселелерден, болмайтын жерден проблема шығаратындар бар. Ол жайында ғұламаларымыз айтқан, яғни ол тозаққа құлайды екен, ол жақта оларды бағанағы жинап, ары қарай сүйреп, отқа алып кетеді, ар жағында қалай болады, ол екінші мәселе. Яғни бұл жерде бір-біріне қарама-қайшы келетін ешқандай дүние жоқ. Сол үшін де сырат көпірін жалпы жоққа шығару қисынсыз дүние болып табылады. Аятта келген, ол мәселе хадисте келген. Ал енді оның қандай болатындығы, мысалы, бір ғұламалар ол кең деп айтады, екінші бір ғұламалар оны әлгі қылыштан өткір, қылдан жұқа дегенді айтқан, үшінші бір ғұламалар бұл адамның амалына байланысты деген. Енді бір ғұламалар бұл жерде екі жол бар деп айтқан болса, екінші ғұламалар басқаша айтқан, өйткені хадистерде екі жағында ілгіш келеді деді. Демек, мысалы, тақуалар ортасынан өтуі мүмкін. Сол үшін де, яғни жалпы оның қандай екендігі бұл жайында бұл енді бір қатты үлкен мәселе емес. Жалпы бірақ сол сырат көпірінің бар екендігіне, сырат көпірінен әрбір мұсылманның өтетіндігіне және кәпірлер өтіп содан құлайтындығына, біз өтпекші болып құлайтындығына иман келтіруіміз керек. Келесі мәселе бұл уәл-мизан деді. Уәл-мизан, яғни таразының бар екендігіне, ертең адамдардың амалдары тартылатын, амалдары өлшенетін таразының бар екендігіне біз иман келтіруіміз керек. Енді имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллахтың мәтінінің кейбір сөздерінде, кейбір нұсқаларында бір-екі айырмашылықтар бар, немесе бір-екі қосымша сөздер бар. Бір нұсқаларында уәл-мизан таразыға деп келсе, екінші бір нұсқасында уәл-мизан юзану бихи аъмалул муъминин минал хайри уаш-шар уат-та'a уал-маъсия. Яғни мұъминдердің амалдары тартылатын, амалдары өлшенетін, олардың итағаттары, күнәлары өлшенетін таразының бар екеніне иман келтіреміз деген сөз келген. Жалпы таразыдан мақсат сол болып табылады. Енді таразы жайында да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан көптеген хадистер келеді, және Құранда аят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқан, мысалы, көпшілігіміз білетін хадис: калиматани хафифатани алал лисан, сақилатани фил мизан, хабибатани илар рахман. Екі сөз бар: хафифатани алал лисан, тілге жеңіл, сақилатани фил мизан, таразда ауыр, хабибатани илар рахман, рахманға жағымды, рахманға сүйкімді сөз дейді, яғни Аллаға жағымды болған сөз. Субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамди. Осы екі
сөзді айтып жүретін болсақ, субханаллахил азим, субханаллахи бихамдих деп, бұл сөз қарап отыратын болсақ тілімізге өте жеңіл, ешқандай бір қиындық жоқ, бірақ оның таразыдағы салмағы өте ауыр, және ол екі сөз Аллаға жағымды, Алла тағала жақсы көретін сөз болып табылады. Өйткені бұл сөздерде сіз Алла тағаланы мақтап пәктейсіз. Хадисті имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, тағы да басқа да ғұламалар риуаят еткен. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қияметтегі таразыны айтып жатыр. Яғни әлгі екі сөз қиямет таразысында ауыр болады дейді. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады. Имам Муслим рахмахуллах келтірген хадисте Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ат-тахуру шатрул иман, тазалық иманның жартысы, вальхамдулиллахи тамлаул мизан. Альхамдулиллах деген сөз таразыны толтырады деді. Альхамдулиллах деген сөз таразыны толтырады. Ва субханаллахи вальхамдулиллахи тамлаани ма бейна ас-самавати вал ард. Субханаллах вальхамдулиллах деп айтатын болсаңыз, бұл екі сөз аспан мен жердің ортасын толтырады деді. Ары қарай хадисте уассалату нур, намаз нұр дейді, садақату бурхан, садақа ол ашық дәлел, уассабру дия, сабырлық бұл жарық дейді. Уал Құрану худжатун лака ау алейк, Құран сенің пайдаңа құжат немесе саған қарсы құжат дейді. Бұл хадисте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мизан жайында, яғни қияметтегі таразы жайында айтып жатыр. Алла тағала Құран кәрімде фәәмма ман сақулат мауазинуху фахуа фи айшатир радия, кімнің таразысы ауыр болса, ол сондай бір разы болған өмірде болады деді. Фахуа фи айшатир радия. Ва амма ман хаффат мауазинуху, ал кімнің таразысы жеңіл келетін болса, яғни сауап жағы жеңіл болып, күнә жағы басып кететін болса, фа уммуху хауия, оның анасы хауия болады деді. Бұл жерде Аллах субханаху тағала қияметтегі таразының ақиқат екендігін бізге баяндап бекітіп жатыр. Және Әнбия сүресінде Алла тағала айтады: «Ва надағул мауазинал қиста лияумил қияма». Біз қиямет күні әділдік таразысын қоямыз деді. Бұл дүниедегі таразыларда адамдар жеп жатса, бізде өкінішке орай осы нәрсе көп дамып кеткен, базарларда егер өзіңіздің таразыңызбен барсаңыз, өлшетуден бас тартып жатады. Одан кейін тіпті өкінішке орай естіп жатамыз, мынау жанармай құятын заправкаларда да, жанармай бекеттерінде де, ол жерлерде де толық құймайды, ол жерде де бағанағы аз құятын қылып қойған. Қарап отыратын болсақ, ол да таразыдан жеу болып табылады. Енді тараз деген ол тек қана бағанағы қойып салмағын тартатын нәрсе емес. Мысалы бағанағы 1 литр құйып беретін жерде грамдарынан жеп қалады. Бұл дүниедегі таразылар әділ таразы болмаса, Алла тағаланың алдындағы таразы әділ таразы болып табылады. Біз қиямет күні әділдік таразысын қоямыз деді. Фәлә тузламу нафсун шай'a. Ол күні ешкім зұлымдыққа ұшырамайды. Ва ин кана мithqala хаббатин мин хардалин атайна биха. Сондай бір болмашы шаңның салмағындай немесе бір бидайдай нәрсе болса да біз оны келтіреміз дейді. Ва кафа бина хасибин. Біз есеп алуда жетіп артамыз дейді Алла тағала. Вал вазну яума изинил хақ. Алла тағала Араф сүресінде тағы айтады: қиямет күні болатын таразы ақиқат деді. Фәмән сақулат мауазинуху фаулайка хумул муфлихун. Кімнің таразысы ауыр болса, сауап жағы ауыр келіп басып кететін болса, фаулайка хумул муфлихун, міне солар құтылғандардан деді. Яғни Алла субханаху тағала бұл жерде де бізге таразының ақиқат екендігін айтып жатыр. Біз сол қиямет күні амалдардың таразыға тартылатындығына иман келтіруіміз керек. Ол жерде ғұламалар сол сіздің амалдарыңыз жазылған, бір ғұламалар айтады, амалдарыңыз жазылған кітаптар келтіріледі, сөйтіп солар қойылады деді. Мына жақта оң жағыңыздағы періште жазған кітап келеді, сол жағыңызда жазылған кітап, сол жағыңыздағы періштелер жазған кітапты алып келіп, екеуі таразының екі шетіне қойылады деді.
Екінші бір ғұламалар айтады, кітаптар қойылмайды, ол жерде сол амалдардың өзі қойылады деді. Енді ол амал деген бір материалды нәрсе емес қой, материалдық нәрсе емес. Жоқ, Алла тағала қиямет күні оны солай өлшенетін етіп қояды деді. Өлшенетін етіп қояды, сөйтіп амалдарыңыз өлшенеді деді. Кітаптар емес, амалдардың өзі өлшенеді деді. Бұл жерде яғни ешқандай жалпы бір үлкен проблема жоқ. Сіз кітаптарым тартылады десеңіз де, сол кітаптардағы амалдар тартылады десеңіз де, ешқандай проблема бұл мәселеде жоқ. Жалпы сол амалдарыңыздың қалай да болса тартылатындығына иман келтірсеңіз, сол жеткілікті болып табылады. Амалдардың өзі тартылуы да мүмкін. Қиямет күні Алла тағала хадисте айтады ғой, Алла тағала өлімді бір қошқардың бейнесінде келтіреді. Сөйтіп сол бауыздалады және бұдан былай өлім жоқ деп айтылады деді. Енді өлім деген ол не нәрсе? Өлім деген бір яғни мынау нәрсе өлім деп айтатын нәрсе емес қой. Өлім деген яғни сіздің сағатыңыз бітеді, сол уақытта өлім періштесі келіп жаныңызды алады, жаныңыз тәніңізден шығады, сонымен сіз өлесіз. Яғни мынау бір өлім деген нәрсені көрсетші десе, міне мынау өлім деген нәрсе деп көрсете алмайсыз. Бірақ Алла субханала тағала сол ұғымды, сол мағынаны қиямет күні бір материалды нәрсеге айналдырады. Сөйтіп сол материалдыға айналған өлім қияметте тозақ пен жәннаттың ортасында бауыздалып, сонымен сол жерде айтылады деді. Бұдан былай өлім жоқ, жәннаттықтар жәннатта мәңгі болады, тозақтықтар тозақта мәңгі азапталады деп айтылады деді. Қарап отыратын болсақ, бұл жерде жалпы өлімнің де бауыздалатындығы айтылып жатыр. Ондай болса, амалдарыңыз да таразыға тартылады. Бұл мәселе жалпы бір үлкен проблема мәселе емес. Яғни жалпы біз әхлі-сүнна вал жамаа осы мәселелердің барлығына иман келтіреміз. Келесі имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллах қарастырған мәселе бұл самаият бабындағы тағы бір маңызды мәселе. Уәл джаннату уән нару махлуқатан. Жәннат пен тозақ жаратылған дейді. Жәннат пен тозақ жаратылған. Ла тафнаяни ва ла табидан. Ол екеуі жойылмайды, жоғалмайды дейді. Немесе жоғалмайды және жойылмайды. Әхлі-сүнна вал жамааның ақидасы бойынша жәннат қазір бар, тозақ та бар. Екеуі де жаратылып қойылған. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллах айтып жатыр. Әл-джаннату уән нару махлуқатан, ла тафнаяни абада ва ла табидан, ва инна Аллаха та'ала халақа әл-джанната уән нара қабла әл-халқ. Жәннат пен тозақ жаратылған, олар ешқашан жойылмайды, һәм жоғалмайды. Ақиқатында Алла тағала жәннат пен тозақты басқа жаратылыстардан бұрын жаратты дейді. Басқа жаратылыстардан бұрын жаратты. Яғни жәннат пен тозақ қазір бар. Кейбір бағанағы исламдағы адасқан топтар жәннат пен тозақ әлі жаратылмаған, кейін қияметте жаратылады деген сөзді айтады. Әлбетте бұл Құрандағы аяттарға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне қарсы келу болып табылады. Құранда Алла субханаху тағала وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Наджм сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам періштені қайта көрді дейді, Сидратул Мунтахада, және ол жәннатта дейді. Яғни бұл аятта Алла субханаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Ми'радж кешесінде жәннатты көргенін айтып жатыр. Және Алла тағала Құранның қанша пайыз десек болсақ, көп пайызында аяттарда жәннатты сипаттайды, тозақты сипаттайды. Тіпті бұл жерде қарап отыратын болсақ, Құранда болашақта болатын нәрселер өткен шақпен келген. Өткен шақпен келген. Олар айтты, олар тозақта былай деді деп. Осылай дейді деп келмейді, былай деген, немесе былай деді деп келеді. Не үшін деген сұраққа жалпы бұл нәрселердің болатындығы ақиқат, және ақиқат екендігі соншалықты күшті, Алла тағала оны болып қойған істе етіп бізге баяндап жатыр деді. Болып қойған іс секілді. Ол болашақта болады. Бірақ Алла субханаху тағала сол нәрсе болып қойғандай бізге баяндап жатыр. Жалпы жәннат және тозақ жаратылған. Ол екеуі ешқашан жойылмайды, әрдайым
болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан да көптеген хадистер келген. Сол хадистердің бірі, мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қабірге түскен адамға, егер ол жақсы адам болатын болса, жәннаттағы орны көрсетіледі, жаман адам болса, тозақтағы орны көрсетіледі деді. Жәннаттағы орны көрсетілген кезде оның сағынышы тағы да күшейеді. Тозақы болған адамға тозақтағы орны көрсетілген кезде оның уайым қайғысы тағы да артады. Бұл жерде Аллаху субханаху ва тағала жәннаттыққа бір шарапат ретінде, марапат ретінде оған баратын жерін көрсетіп қояды. Тозақтыққа да тура солай. Оның қасіретін арттыру үшін, оның уайымын арттыру үшін Алла субханаху ва тағала тозақтағы орнын көрсетіп қояды. Және ол екеуі бар, яғни бар нәрсе оларға көрсетіледі. Және одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадистерде, Исра Ми'раж кешесінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған жәннат және тозақ көрсетілді. Жәннатта былай болып жатқанын көрдім, тозақта былай болып жатқанын көрдім деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сипаттаған. Сол жәннат сипаттап берген хадистері бар. Және сондай-ақ біз өткен дәрістерімізде оқыған шәһидтер мәселесі. Шәһидтің рухы бір құстың ішінде жәннатта ұшып жүреді деп хадистерде келеді. Ол жайындағы біз хадистерді оқыдық. Яғни шәһид болған адам, оған бір ерекше Алла тағала барзах әлемінде жағдай жасап қойған, оған ерекше марапат көрсетілген. Сол үшін де Алла тағала оның рухын сол жәннатты кезіп жүретін етіп қойған. Бұл да жәннат пен тозақтың бар екендігіне дәлел болады. Тағы да басқа да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадистер бар. Мысалы, сол хадистердің бірі имам Муслим рахмахуллах Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риуаят етеді. Салла бина Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам зата яум. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге имам болды деді. Имамдыққа шығып, имам болды. Фаламма қада ссала, намазды бітірген кезде ақбала алейна биуаджихи фақал, бізге бұрылып қарап Пайғамбарымыз былай деді. Айюхан нас, о адамдар, инни имамукум, мен сендердің имамдарыңмын. Фала тасбиқуни бир руку ала бис суджуд, саждаға кетерде, рукуға кетерде менен озып кетпеңдер. Вала бил қиям, вала бил инсараф. Және намаздан кейін тұруда да, намаздың ішінде тұруда да, намаздан кейін тұруда, және намаздан кетуде де дейді. Вала бил инсараф. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті намаздан шығарда да имамнан алдын шықпаңдар деп жатыр. Фа инни аракум амами ва мин халфи, мен сендерді алдымнан қалай көрсем, артымнан да солай көремін деді. Яғни алды жағымда тұрған кездерінде қалай көрсем, арт жағымда тұрған кездерінде де солай көремін деді. Thumma qal, арғары жалғастырып айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін: "Валлази нафсу Мухаммадин бияди", Мұхаммадтың жаны қолында болғанмен ант ішіп айтамын. "Лау раайтум ма раайту, ла дахиктум қалилан ва ла бакайтум касира". Егер сендер мен көрген нәрсені көргендеріңде азырақ күліп, аз күлер едіңдер және көп жылар едіңдер деді. Қалу ва ма раайта я Расулаллах. Сонда сахабалар: "Нені көрдің о Алланың елшісі?" деген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Раайтул джанната ва нар", мен тозақты және жәннатты көрдім деді. Жәннатты және тозақты көрдім деп Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Егер бізге де сол жәннат, тозақ көрсетілген кезде біздің халіміз басқаша болар еді. Онда адамдар өмір сүруден қалар еді. Алла тағала өзінің мейірімімен бізге ол нәрселерді көрсеткен жоқ, бізден жасырып қойды. Егер ойлап қараңыз, сіз тозақты көрсеңіз, тозақтағы азапты көретін болсаңыз, бұл дүниеде нәпсіңізге, кішкене бір нәпсіңіздің ақысын беруге орын қалмайды. Уайым қайғыңыздың барлығы тозақтың азабы болып кетер еді. Сізде үйленуге де уақыт болмас еді, сіз кәсіп етпес едіңіз, жатып алып тек қана құлшылық жасар едіңіз. Ол уақытта жалпы өмір сынақ болмай қалады. Өмір сынақ болмай қалады. Егер жәннатты көрсеңіз де тура сондай. Тіпті мынау қабір азабының өзін Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой. Қабірде азапталып жатқандардың шыңғырған дауысын адамдар мен жындардан басқалар естиді деді. Егер сіз ести беретін болсаңыз, мысалы бағанағы туысқаныңыз қайтыс болып,
зиярат етіп барасыз, ана жақтан шыңғырып жатқан дауысын естисіз, егер бір жаман адам болатын болса. Қабір, жалпы молаға, қабірстанға барған кезде неше түрлі шыңғырып қиналып жатқан дауыстарды ести беретін болсаңыз, шашыңыз ағарып, сіз өзіңіз бағанағы жайнамаздан, сәждадан тұрмай қояр едіңіз. Ондай кезде өмір сынақ болмай қалады. Шайтан сізді азғыра алмай қалады. Сол үшін де Алла субханала тағала бұл нәрселерді бізден жасырып қойды. Адам сол себепті бұл дүниеде неше түрлі күнәларға барады. Жалпы өмір сонысымен сынақ болып табылады. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадистерінде пайғамбарымыздың хадистерінде қолын созғандығы келеді. Неге создың қолыңды я Расулаллах деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатты көрдім, жәннаттағы жүзімді көрдім, соны алмақшы болып қолымды создым деген де сөздер келген. Имам Бухари, Муслимдерден келетін хадистерде. Мұның барлығы тозақтың және жәннаттың бар екендігін дәлелдейді, растайды. Енді сол жәннат пен тозақтың мәңгілігіне қатысты мәселеде әхлі-сүнна уәл жамаа имам Тахауи айтқандай, ла тафнаяни ва ла табидан, ол екеуі ешқашан жойылмайды, жоғалмайды деді. Яғни ол екеуі жаратылған және әрдайым болады. Енді жалпы адасқан топтардың арасында неше түрлі пікірлер бар айтылған, бірақ кейбір кісілер әхлі-сүнна уәл жамааның өзінде тозақтың мәңгі еместігі жайында екі түрлі көзқарас бар деген секілді пікірді қалыптастыруға тырысқан, оған кейбір дәлелдерді келтірген. Ол кісілер осы біздің сәләфи бауырларымыздың пір тұтқан ұстаздары Ибн Таймия және Ибн Қаййимдар. Ол екеуі тозақ мәңгі емес, бір күні келіп тозақта ешкім қалмайды, немесе бағанағы жәннаттық негізінде мұсылман болғандар жәннатқа кетеді, ал кәпірлер бір күні топырақ болып кетеді, сөйтіп тозақ босап қалады, қаңырап қалады деген осындай мәселені айтқан. Оған кейбір риуаяттарды келтіргенде болған. Енді бұл мәселенің ақиқаты қандай? Шынымен де әхлі-сүнна уәл жамаада тозақ мәңгі емес деген көзқарас бар ма? Және ол кісілер келтірген дәлелдерді қалай түсінуіміз керек? Енді бұл мәселе кішкене ұзақтау мәселе, оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.